Қайырлы күн кітапханамыздың құрметті оқырмандары мен жазушылары. Алаштың ұлан байтақ даласы қашанда киелі мекен, құтты қоныс аталып, әр сүйем жері қасиетті саналған. Ата-бабаларының әруағын сыйлап, шежірені қастер тұтатын халқымыз көне дәуірдің көзіндей болған әрбір тау тасын, жазық даласын, үңгірін, өзен көлін қасиетті деп біліп, ерекше киелі жерлерге тағзым етіп келеді. Елдің тарихы мен тамыры әр ұлыстың, аймақтың, сол жерді мекен еткен халықтың өткен өмір естеліктерінен құралғаны белгілі. Далалық мәдениетті қалыптастырған ата-бабаларымыз топырақ пен судың қадірін біліп, жер түбін тоздырмау үшін көшіп, қона жүріп, сайын даланың экожүйесіне бейімделді. Табиғат ерекшеліктерін сақтауды, табиғи сұлулықтың шырқын бұзбай, кие тұтуды, табиғатты тірі деп қабылдауды қалыптастырды. Сөйтіп, ұрпақ санасына туған жердің қайталанбас образын орнықтырды. Замана келбеті ғарыштық жылдамдықпен өзгеріп бара жатқан осы бір кезеңде барың мен жоғыңды безбендеп, тарихыңды түгендеу, ұлттық тұғырыңды бекіту жолындағы атқарылуы тиіс шаруаның негізгі міндеті болса керек. Ал оның астарында болашақ бағдарыңды айқындап, ұлт болып ұйысудың ұлы мұраты жатыр. Ұлы дала ұлт рухының негізі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан аумағындағы киелі жерлердің маңыздылығына тоқталған Ұлытау 2019 халықаралық форумында біз қазақ халқы ұлы тарихи тұлғалардың ізбасар ұрпағы екенімізді ешқашан ұмытпауымыз қажет дегеніндей, осы рухпен тәрбиеленер жас ұрпақ ұлт тарихына деген мақтаныш сезіміне бөленіп, оған айрықша құрметпен қарайтыны сөзсіз. Қасиетті Қазақстан сериясы бойынша 5 томдық энциклопедиялық еңбектің алғашқы 4 томы біздің кітапханамызға келіп түсті. Кітапқа Қазақстан халқының жадында ерекше орын алатын тарихи мәдени орындар мен ескерткіштер, батырлар, әулиелер, жыраулар мен ақындардың кесенелері енгізілді. Жоба қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен іске асырылды. Айта кететін бір жайт, энциклопедияның алғашқы жинағы 2017 жылы жарық көрді. Онда Алматы және Ақмола облыстары, Алматы және Астана қалаларының киелі нысандары көрсетілген болса, екінші томына Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облысындағы киелі орындарына арналған тарихи танымдық жинақ болып жарыққа шықты. Үшінші томға Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Жамбыл облыстарының киелі жерлері, тарихи оқиғалар, өткен қасиетті орындары, табиғи ландшафттың ерекше ескерткіштері және ұлттық құнды мәдени мұралары енгізілді. Осылайша жинақ кезең-кезеңімен шығып, Қазақстанның барлық киелі орындарын қамтып келеді. Жинақ екі тілде, қазақ және орыс тілінде әзірленген. Ал бүгін мен тоқталатын 4-ші томымыз, мұнда Павлодар, Солтүстік Қазақстан облысы және Шығыс Қазақстан облыстарының қасиетті орындары мен кешендері, киелі жерлері мен табиғи ландшафт ескерткіштері, ел тұтқасы болған тарихи тұлғалары жайлы сөз қозғаймыз. Облысымыздың құрылғанына 85 жыл толуына байланысты, осы томдағы құнды деректерден қысқаша ғана өз облысымыз жайлы айта кететін болсақ, Солтүстік Қазақстан облысы республиканың солтүстік қақпасы. Облыс 1936 жылдың 29 шілдесінде құрылды. Бүгінгі шекарасы 1999 жылдың 8 сәуірінде бекітілді.
Солтүстік Қазақстан облысының әкімшілік орталығы Петропавл қаласы 1752 жылы негізін қалады. Топырағында талай дүлдүл мен талант иесі дүниеге келген қасиетті мекен Солтүстік Қазақстан облысы тұнып тұрған тарих. 4000-ға жуық көлі бар. Ата-бабаларымыздың жаз жайлауы, қыс қыстауы болған бұл аймақ табиғатымен де ерекше. Солтүстік Қазақстан облысының бірегей археологиялық нысандарының бірі 1980 жылы археолог Виктор Зайберт ашты. Бұл Ботай қонысы. 250-ден астам тұрғын үйден құралған қоныс облыстың оңтүстігінде орналасқан. Қоныста жүргізілген қазба жұмыстарының алғашқы күнінен бастап ғалымдар жылқы сүйегінің көптігіне таң қалды. Зерттеу жұмыстарының барысында 133 мыңға жуық жылқы сүйектері зерттелді. Солтүстік Қазақстандағы маңызды археологиялық зерттеулердің тағы бірі ретінде 1997-99 жылдар аралығында Сергеевка қаласы маңындағы Байқара қорымы мен үлкен қорғанында жүргізілген қазба жұмыстарын атауға болады. Ірге тасы 18 ғасырда қаланып, ел жадында Абылай ханның ақ үйі ретінде жатталып қалған кешенді музей сияқты ескерткіштер тарихи маңызға ие. Солтүстік Қазақстан облысы ежелгі кезеңінде көшпелі мәдениеттер мен отырықшы өркениеттерді біріктіріп, өзінің бірегейлігімен ерекшеленетін еліміздің әдемі аймақтарының бірі. Қазақстанда өзінің ерекше табиғатымен, өндірістік және ауыл шаруашылық кәсіпорындарымен негізгі рөл атқаратын бұл өңірде бірнеше ғасырлар бұрын қалыптасқан ата-бабаларымыздың салт дәстүрлері әлі күнге дейін сақталып, өркениет қазынасына қосқан орасан зор үлесі растайды. Солтүстік Қазақстан облысы шекарасы шегінде 13 ауылдық әкімшілік округ, 5 қала, 2 ауыл, 203 ауылдық округ, 759 ауылдық елді мекен тұрады. Солтүстік Қазақстан облысының тарихи-мәдени мұрасы алуан түрлі. Аймақта 597 тарихи-мәдени ескерткіш бар. Соның ішінде 8 ескерткіш республикалық мәртебеге ие. 436 археология, 161 қала құрылысы және сәулет ескерткіштері. Бүгінгі таңда киелі Қазақстан арнайы жобасына 33 нысан енгізілді. 8 ескерткіш жалпы ұлттық мәртебеге ие және 25 жергілікті маңызы бар ескерткіш болып табылады. Ендеше жерлестеріміз, сіздерді осы Солтүстік Қазақстан облысының 85 жылына толуына байланысты құттықтаймын. Облысымыз өркендеп, жанданып, жаңара берсін. Еліміздегі, аймағымыздағы осындай құнды ескерткіштер, маңызды деректер табыла берсін деп сіздермен осымен қоштасамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.